жақсылықтарында ән айтып жүреміз. Сондай тойларды жүргізіп жүретін өзіміздің бауырымыз Руслан Ысқақ өте керемет жұмысты ұйымдастыра алады. Барған жерімізде әрқашан жақсылап қарсы алып, адами ретінде жақсылап шығарып салады. Ұйымдастыру қабілеті өте күшті. Осы шоумен жаңағы тамада Руслан Ысқақты шақырсаңыздар өкінбейсіздер. Біз Русланға ұзақ ғұмыр тілейміз, әрдайым жұмысында табысты болсын демекшіміз. Ассалаумағалейкум ағайын. Гранд шоу ұжымына алғысымыз шексіз, оның ішінде Руслан Ысқақтай асыл азаматтың сөз саптау мәнеріне, ішкі мәдениетіне үлкен биік баға береміз. Қатты құрметтейміз. Сол себепті шығармашылық байланыстамыз. Әр шаңырақта шаттық болсын, қуаныш болсын, әр әулетте той үзілмесін дегіміз келеді. Ашық аспанның астында бақытты өмір кешейік. Рахмет. Руслан Ысқақ бауырым өте жақсы жүргізуші, өте жақсы адам. Өзім құрметтеймін, өзім сыйлаймын. Жақсылық болсын, Руслан. Биіктей бер, самғай бер, қазақтың тойын көтере бер. Қазақта жігітке 7 өнерде аз, 70 өнерде көп емес дейді. Актер болғаннан кейін жан-жақты болу керек. Менің тағы бір қырым, әрине көбінесе шоу бағдарламаларды, концерттер жүргіземін, мерекелер жүргіземін. Бұл енді жалпы өзіме ұнайды. Сол бағытта көптеген әріптестермен таныс болуға тура келеді, дос болуға тура келеді. Өйткені аңшының жолы бір болғанмен де ырзығы бөлек дейді қазақта. Дәл сол бағытта Руслан деген бауырмен таныстым. Танысып қана қойған жоқпын, өмірімізде табыстарды, жақындастық, идеямыз, ойымыз бір жерден шықты. Өйткені көп адаммен таныса кетіп, бір-бірін араласып кету өте қиындау болады. Өйткені әркімнің өзінің көзқарасы бар, әркімнің өзінің энергетикасы бар. Сен оны қабылдамауы мүмкін, бірақ енді Русланды мен өзім жақын тарттым. Ол да кеудемнен қақпаған сияқты. Өйткені бір-бірімізбен араласып тұрамыз. Сіз өзіміз ең бастысы бар. Жұмыс барысында көп кездесіп тұрамыз. Бірге жұмыс істеген кездеріміз де болды. Біздің салада жүргізуші дипломат болу керек. Қаншама адамның көңілінен шығып, өзінің орнын тапқан жігіттердің бірі Руслан. Маған жалпы өзі қатты өзіме ұнайды, өйткені ашық. Ешқандай бүгілі бармағы жоқ. Сөйлеседі, әңгіме айтады, ақыл айтады, кеңесін айтады. Мына жерде мынандай болып жатыр екен, мына жерде мынандай болып жатыр екен деп сөйлеседі. Семен жоқ, мен ғана білуім керек бұны, менде ғана бұл болу керек, бұдан менен басқа ешкімде болмау керек деген сараңдық жоқ. Менің түсінігімде бұндай жігіттер, бұндай азаматтар қазақ өнеріне, жалпы мынау біздің шоу бағдарламаларға, шоу бизнесқа өте керек, өте тапшы. Шоу-бизнес, сондықтан да Русланға тек қана сәттілік дейміз, алған бағытынан қайтпасын. Өйткені біздің соңымыздан еріп келатқан інішектеріміздің бірі бардың қызын тай басады дейді. Ол шынымен де өйткені бізден кейін де эстафетаны алып кететін жастар керек. Одан кейін де жастар келеді. Бұл заманның ағымы солай. Мен ойланбай бірден айталам, Руслан, біздің поколениядан кейін, біздің толқыннан кейінгі шынымен де біздің эстафетаны іліп алып кетіп, ары қарай еркін көрумен жеткізетін жастардың бірі бірегейі. Русланға өзімнің атымнан, отбасымның атынан сәттілік. Құрметті ағайын, мінекей осы біздің Руслан асабамыз өте тамаша асаба. Егерде менің бір өзімнің іс-шара тойым болса, міндетті түрде осы Руслан шақыратын едім. Себебі Русланның тойы өте көңілді, өте қызық, бүкіл халықтың көңілінен шығатын той болады. Оның куәгері өзім болып жүрмін. Сол себептен тойларыңыз әдемі болсын десеңіз, осы Руслан бауырымызды шақырсаңыз өкінбейсіз. Тойларыңыз құтты болсын. Асабаның өзінде бір асабалар бар, соның ішінде өзім бір жақсы көретін бауырым, інім Руслан Ысқақ. Өзім
әулетімізде кенже ұлыма Аятқа бір жас той жасадық. Сол кезде бүкіл шоу программаны Русланға тапсырдым. Өйткені мен оған сендім. Той өзінің деңгейінде жоғарғы дәрежеде өтті. Мен Русланға ырза болдым. Сол жерде келген қонақтар да ырза болды. Өте керемет кеш болды. Өте керемет кеш сыйлады қанша қонақтарға. Әрине, тойларыңызға шақырыңыздар. Өкінбейсіздер. Қымбатты достар, тойларыңыз жоғарғы деңгейде өтсін десеңіздер. Тойдан кейін бақыт өмір сүргіңіз келсе, және де сахна мәдениетін жақсы білетін, сөзге шебер, кез келген қонақтың немесе де отырған әншілердің болсын, отырған қонақтың тілін таба алатын және де көңілді қылып өткізетін тойды Руслан Ысқақ деген тамада досыма хабарласыңыздар. Мен сіздерге кеңес беремін.